қыздар, бүгін біз дайындалу жолы өте оңай, және де құрамы да оңай заттардан жасалынатын самса дайындаймыз. Онда қараңыздар, бізге мына жерде 250 грамм ұн, 100 грамм маргарин немесе сливочное масло, 100 грамм су, және де 1 чайная ложка тұз қажет болады. Майымызды теркадан өткіземіз, немесе еріп қалған май болса, ерітіп жаңағыдай араластырып, ұнтақ қылып жасап жібереміз. Қамырды илеп бастаймыз. Қамырымыз өте жұмсақ қамыр болады. Бұл қамырды пакетке салып, холодильникке жарты сағатқа қойып қоямыз, қыздар. Енді қыздар салмағында айтсақ, бұл жерге 500 грамм фарш, 500 грамм пияз және де 1 чайная ложка тұз қосамыз. Енді тұз бен бұрыш татымына қарай қоса бересіздер. Жақсылап араластырамыз және де қамырымыз дайын болған соң самсаларды түйіп бастаймыз. Қыздар, қараңыздар, мен жайып алдым ғой. Енді сіздерге бір керемет лайфхакпен бөліссем, самсаның томпиып шығуына осылай пиаланың ішіне салып түйетін болсаңыздар, күшті әсерін тигізеді. Қараңыздар, пиаланың ішіне салдым, және де пиаланың ішінде қамырға осылай өзіміздің жаңағы салмамыз саламыз. Және де міне осы жерде тұрып түйеміз. Так, біз түйіп болдық. Енді үстін жұмыртқаны сарысымен сылап, қара күнжіт себем. Қара күнжіт өткен өте әдемі вид береді. Барлық тағамдарға, именно осында выпечкаларға күшті түр береді. Және де 20-30 минутта пісіріп аламыз. Яғни өздеріңіздің духовкаларыңызға қарайсыздар, 200 градуста піседі. Бұл жерде қараңыздар 9 штук шықты, 2 есе көбейтуге де болады. Так, қараңыздар, енді мен міне қара күнжіт, осы қара күнжітті себем. Бұл самсаның ең жақсы жері, сіз ортасын полностью жайып, ішіне май жағып жүрмейсіз, просто жасадыңыз, қамырды түйдіңіз, болды. Все. Бұлай көтерілгенін де күтпейсіз, жалпы өте оңай. Ал енді духовкаға салайық, қыздар.